Мен 6-шы А сыныбы оқушысы Алмас Аржан. 1 мамыр бейбітшілік күніне орай өлеңімді қабыл алыңыздар. Мамыр қандай шіркін-ай, мамыр қандай, айнала жасыл гүлем жамылғандай, алатаудың басына ақшалы орап, мойнына гүлден алға тағылғандай. Ал енді келесі кезекте Серғазы Әселге беремін. Саламатсыздар ма? Менің атым Серғазы Әсел. Мен 6А сында оқимын. Мамырдың бірі достық күні. Ән салып билеген халықтың үні. Тұтасып тойлаған ұлттар керемет мереке мамырдың бірі. Келесі кезекте Сәдуақасова Мадина келеді. Мен Сәдуақас Мадина 6-шы А сыныбы оқушысы 1 мамыр бірлік күніне арналған өлеңімді қабыл алыңыздар. Бейбітшілік ұраны, жарқыраған алтын күн, ән қанатты қыраны, еркіндігі халқымның. Енді келесі кезекті Әбілқайырға гүлімге жолдаймын. Сәлем достар, мен 6-шы А сыныбы оқушысы Әбілқайырова Гүліммін. Сіздерді 1 мамыр бірлік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Менің өлеңімді қабыл алыңыздар. 1 мамыр достық күні, ұлттық күні, ұлттардың қосылатын басты күні. Бір ұлт боп бір жерде бірігеміз, бір елде мәңгі өмір сүреміз. Келесі кезекті Албаншаққа беремін. Саламатсыздар ма? Менің атым Серік Албаншақ. 1 мамыр мейрамы құтты болсын. Бейбітшілік ынтымақ керек, қазір әлемге нұрын төксін, күн шуақ тыныштықпен әр елде, күнді күліп қарсы алсын мәңгі ата-аналар, сабақ оқып ән салсын барлық елде балалар. Бейбітшілік мереке 1 бүгін мамырдың, тарқамасын береке от басынан бәріңнің. Сіздермен болған 6-шы А сыныбының оқушылары.